Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өзімнің YouTube каналымда греческий салаттың құрамын және де жасалу жолдарын көрсететін боламын. Греческий салат ең оңай әрі жеңіл дайындалатын салат. Ол үшін бізге маслины керек, брынза керек болады, қызанақ, қияр, болгар бұрышы, лимон және де салат жапырағы қажет болады. Бұл салаттың дайындалуына бар жоғы 10 минутқа ғана уақыт кетеді. Міндетті түрде жасап жүріңіздер. Жаз мезгілінде жасауға өте жеңіл салат болып табылады. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Одан соң бірінші кезекте қиярымызды осылай ортасынан бөліп алып, карбовкамен осылай пішінде кесеміз, немесе пышақпен қарапайым түрде де турай берсеңіздер болады. Карбовкамен кесу себебім ол өте әдемі болып шығады. Осындай ирелек пішіндес болып, қалауларыңызға қарай және пышақпен де турай берсеңіздер болады. 4 бұрышты немесе 3 бұрышты тәріздес етіп турай беруге де болады. Келесі кезекте жуылған қызанағымызды осылай қажетсіз жерін алып тастап, 4 бұрыштылап біркелкі етіп турап шығамыз. Ұсақ етіп тураудың қажеті жоқ. Помидор жұмсақ болғандықтан тез езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай ірілеу көлемде жекелеп турап шығамыз. Қызанағымыздың барлығын осылай турап шығамыз және де оны қиярымыздың үстінен ыдысымызға салып аламыз. Қызанағымызды салып болған соң келесі кезекте болгар бұрышын тазалап, ішіндегі қажетсіз бөліктерін алып тастап, осылай ұзынша етіп кесіп, карбовкамен 3 бұрышты тәріздес етіп кесіп шығамыз. Болгар бұрышын алдымен қызыл түстін осылай турадым және келесі кезекте сары түсті болгар бұрышын қолданатын боламын. Жасыл түсінде қолдана берсеңіздер болады. Мен қызыл және сары түстін қосуды жөн көрдім. Сары түсті бұрышымызды да карбовкамен кесіп, осылай ыдысымызға саламыз. Қалауларыңызға қарай 3 бұрышты емес, 4 бұрышты немесе ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Келесі кезекте брынзамызды алдымен осылай орташа көлемде бірнеше тіліктерге бөліп кесіп аламыз және одан соң бұны да карбовкамен осылай 3 бұрыштас етіп турап шығамыз. Брынзамыздың бәрін осылай турап аламыз, өте әдемі көрінеді. Және келесі кезекте листья жапырағын жақсылап жуып тазалап, осылай жапырақтарын бөліп алып, ортасынан бірнеше тіліктерге кесіп, қатты майда емес, орташа пішінде турап шығамыз. Салат жапырағын видеодағыдай осылай орташа көлемде турап қоса бересіздер. Қалауларыңызға қарай ірілеу немесе ұсақ етіп кессеңіздер де болады. Жапырағымыздың бәрін турап алып, оны да табағымызға салатымыздың үстінен саламыз. Келесі кезекте маслинымызды саламыз. Маслиныңды ортасынан бөліп салсаңыздар да болады, немесе осылай бүтін күйінде сала беруге де болады. Келесі кезекте лимонымызды жуып алып, осылай лимонымыздың суын салатымыздың үстінен сығып қосып аламыз. Салатқа ерекше дәм беретін болады лимон, сондықтан міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Одан соң қалауларыңызға қарай кішкене мөлшерде тұз және де зәйтүн майын құямыз. Барлығын салып, қосып алып, жақсылап араластырамыз. Араластырғанда жеңіл түрде араластыру қажет, сонда салатымыз езілмей әдемі болып шығатын болады. Осылай майымыз, тұзымыз сіңетіндей етіп жақсылап араластырып шығу керек. Осымен менің греческий салатым дайын. Оны осылай тарелкама салып алдым. Сіздер де өз қалауыңызға қарай жайпақ немесе осындай терең ыдысқа да салсаңыздар болады. Салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.